Ал енді ағайын, мына Нартайда қалған Сырнай мен қазақтың көмірлеген қара домбырасын үйлестіріп, сіздердің құрметтеріңізге бір ән салсақ деп тұрмыз ағайын. Айта берейік па, қайта берейік па? Айта бер десеңіздер бір қол соқ қошеметтеп қойсаңыздар, жақсылап бір ән айтайық па деп жатырмыз ғой қадірлі ағайын. Енді мынау қазақтың даласында 4 мезгілге бірдей өлең шығарған 2 ақын бар дейді. Оның бірі Абай болса, екіншісі Мұқағали Мақатаев дейді. Осы Мұқағали Мақатаев атамыздың сөзіне жазылған "Есіңе мені алғайсың" деген бір тамаша ән сіздердің құрметтеріңізге арналады. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Жүк болсын деп қоймайсыздар ғой, ақыр. Жүк қойып жіберейік. Жақсы адамдарым деп, жақсылардың құрметіне бір тамаша ән салайық. Жақсының жанында жүрсең, жаның жайнайды, жаманның жанында жүрсең, қаның қайнайды деген қазақтар. Сондықтан да жақсының жанында жүріп, жанымыз жайнап жатыр деп ойлаймыз. Мен сендерді жақсы көремін, жақсы адамдар. Өйткені жүрегімде әппағар бар. Тойларың той қыласын жақсы адамдар, күйіп кесін көре алмас бет жағарлар дейді. Сіздерді көре алмай жүрген дұшпандарыңыз болса, табандарыңыздың астында қалып күйікпесін дейміз. Жақсы адамдардың құрметіне, жақсы адамдар болса қол соқ қошеметтеп қояды деп ойлаймыз ағайын. Берім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда.
tasqamallarım, жақсы адамдарım, келмемесіңдер патшадан бәрің. Бес күн өмірде жасасын ылғи, жақсы амалдарым, жақсы адамдарым. Бағаламаңыз қолымда барды, жүрмеді көрмес жолымда мәңгі. Біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамды саңды, жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнін. Жақсылығым мені жаудырып жатыр, жаратқанымды бір рахым нұрын. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілік бейін, татулық дейтін, керек болсын шау тасқанмалдарым. Жақсы адамдарым, келмемесіңдер патшадан бәрін. Бес күн өмірде жасасын ылғи, жақсы амалдарым, жақсы адамдарым.